Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қолжетімді интернет пилоттық ұлттық жобасын қарастырамыз. Сөз Бағдат Батырбекұлына. Құрметті Алихан Асханұлы, құрметті үкімет отырысына қатысушылар, байланыс саласындағы жағдайды жақсарту үшін әзірленген қолжетімді интернет ұлттық жобасы бойынша баяндамамды жасауға рұқсат етіңіздер. Қазақстанда 6406 елді мекен бар, оның 4974-і, яғни 77% ғана мобильді интернетке қосылған. 2928 елді мекен 4G бойынша қосылған, 2046 ауылды мекен 3G технологиясымен қосылған. 2022 жылдың қорытындысы бойынша қосымша 241 ауылды елді мекен интернетке қосылған болатын. Және 1059 ауылды мекенде сапасы жақсартылған болатын. Байланыс сапасын арттыру мақсатында біз жыл сайын базалық станциялар санын көбейтудеміз. Бүгінгі күні біз 41 мыңнан астам базалық станция орнаттық. Бұл жыл сайын жаңа станциялардың 3 мыңға өсетінін білдіреді. Барлық елді мекендердің 25%-ы AESL технологиямен, яғни мыс сымымен қосылған, және 33%-ы ғана оптикамен қосылған. Сонымен қатар халық саны 200 мыңнан асатын 1432 ауылды мекен кең жолақты мобильді интернетпен қамтылмаған. Өздеріңізге белгілі, қазіргі уақытта цифрлық экономиканың ойын-сауық контентінің өсуіне, бизнестің виртуалды байланысқа шығуына, яғни экономикалық қызметтің платформалық модельге көшуіне байланысты интернет трафикті пайдалану қарқыны айтарлықтай өсіп келе жатыр. Пандемиядан бері еліміз бойынша бұл көрсеткіш 1000 петабайтқа жетті. Осы уақыт ішінде елдегі интернет қолдаушыларының саны 90,9%-ды құрайды. Интернет қолдаушыларының саны ғана емес, олардың интернетте өткізетін уақыты да артып келеді. Аталған факторлар байланыс инфрақұрылымына жүктеменің артуының негізгі себебі болып табылады. Бұдан бұрын айтылғандай, біз базалық станцияларды ұлғайту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар, байланыс саласына инвестициялар жыл сайын төмендейтінін атап өткен жөн, бүгінде бұл көрсеткіш 28%-ға төмендеді. Халықаралық бенчмаркқа сүйенсек, ақш, Франция, Германия сияқты мемлекеттерде байланыс саласына ондаған миллиард доллар инвестициялар құйылып жатыр. Қазақстанда 200 миллион доллар ғана. Бұл жағдайды ескеріп, мемлекет басшысының тапсырмаларын сапалы орындау үшін қолжетімді интернет ұлттық жобасы әзірленді. Біздің бірінші мақсатымыз ауылдарда байланыс инфрақұрылымын құру. Сіздің қолдауыңызбен оптикалық желілер арқылы интернетпен қамтамасыз етуді және ауылдардағы үйлерге жеткізуді жоспарлап отырмыз. Жалпы 3 мыңнан астам ауылды қамтуды және 60 мың километр оптикалық инфрақұрылымды салуды көздейміз. Бұрында тек әкімшілік ғимараттар, соның ішінде мектептер, ауруханалар мен әкімдіктерге желілерді тартып, ол ауылдарда интернет бар деген мәліметті операторлардан алатын болғанбыз. Ал нақты үйлер мен тұтынушылар операторлардың коммерциялық мүдделерінің болмауына байланысты қалды. Осыған байланысты дүниежүзілік банкпен бірлесіп, біз соңғы мильді жеткізу үшін арнайы гранттарды шағын және орта операторларды субсидиялауды көздеп отырмыз. 2020 жылы 1200 ауылға оптикалық желі жеткізілген болатын. Бірақ әр үйге дейін оптиканы жеткізу дұрыс қолға алынбаған. Біз сол ауылдардағы 300 мың үйді интернетке қосатын боламыз. Одан басқа оптиканы тарту мүмкіндігі жоқ 500-ге жуық ауыл қалып отыр, оларға спутниктер арқылы интернет жеткізілетін болады. Сондай-ақ 134 ауылда спутниктің трансмиссияны жерүсті трансмиссиясына ауыстыру жоспарлануда. Бұл бастамалар қалалық және ауылдық елді мекендер арасындағы интернетке қолжетімділік алшақтығын қысқартуға, ақпараттық қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жолдардағы интернет бойынша біз 487 антенна тіректерінің құрылысын орнату көздеп отырмыз. Нәтижесінде 17 мың километр автожол мобильді интернетпен қамтамасыз етіледі. Осы жылы Астана, Алматы, Шымкент және кейбір облыс орталықтарында ұялы байланыстың жаңа буыны 5G енгізу мен дамытуды жоспарлап отырмыз. Слайдта көрсетіліп отырған графикке сәйкес 2027 жылға қарай әрбір республикалық маңызы бар қаланы қамтуды 75%, ал облыс орталықтарын қамтуды 60%-ды құрайды. 5G интернетке жоғары жылдамдықпен қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
Бұл цифрлық экономиканың дамуын жеделдетуге және заманауи технологиялық компаниялардың жұмысын жағдайларын жақсартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ желісін оптикалық желілерді салу арқылы қалалардағы 170 мыңнан астам үй шаруашылығын интернет желісіне жоғары жылдамдықпен қолжетімділікті қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Мектептердегі интернет бойынша қазіргі уақытта 3063 мектепте халықаралық телекоммуникациялар одағының ұсыныстарына сәйкес интернет жылдамдығы артты. Жергілікті атқарушы органдар осы жылдың қыркүйегіне дейін интернет жылдамдығын арттырудың техникалық мүмкіндіктері бар 1402 мектепте интернет жылдамдығын арттыратын болады. Интернет жылдамдығы арттырудың техникалық мүмкіндіктері жоқ 2000-ға жуық мектепте ауылдарды оптикалық желілермен қамтамасыз ету жобасы шеңберінде жеткізілетін болады. Ұлттық жобаның негізгі іс-шаралары: президентіміз сайлауалды бағдарламасына сәйкес еліміздің өңірлік цифрлық хаб ретінде қалыптастыру үшін ұзындығы 400 километр Каспий теңізінің түбімен талшықтық оптикалық байланыс желілерін жүргізу қажет. Ұлттық батыс-шығыс гипермагистраль құрылысы Қазақстан аумағы бойынша және су асты кабель арқылы Әзербайжанға, одан әрі Еуропаға Қытай трафигінің шығуын көздейді. Сонымен қатар, транзит пен халықаралық трафикті сақтау үшін тиер 3 деңгейімен төмен емес деректер орталықтарын құру қажет. Осылайша жоғарыда аталған жобаларды іске асыру деректерінің халықаралық транзитінің баламалы бағытын және ел нарығына кемінде 3 технологиялық алып компанияларын тартуды қамтамасыз етеді. Құрметті Әлихан Асханұлы, бүгінгі таңда елдегі цифрландыруды дамытудың жаңа жағдайында ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы байланыс және коммуникация құралы ғана емес, сонымен қатар жеке деректерді, ақша қаражаттарын, банк карталарын сақтауға арналған платформа болып табылады. Сондай-ақ гаджет қосымшаларының көмегімен онлайн режимде кредиттер, микроқарыздар рәсімдеуге және түрлі мемлекеттік қызметтерді алуға болады. Сонымен қатар, елге ұялы телефондарды, соның ішінде аймайлары қайталанатын кодтарды әкелудің сұр схемалары туралы айтап кеткен жөн. Сәйкестендіру кодтардың дерекқоры, яғни аймай кодтарының дерекқоры мәліметтеріне сәйкес, қазіргі уақытта еліміздің ұялы компанияларының желілерінде қайталанатын аймай коды бар 3,7 миллион абоненттік құрылғы жұмыс істейді. Бұл ретте салықтар мен алымдар түріндегі мемлекеттің бюджетіне түспей қалған сома шамамен 100 миллиард теңгені құрайды. Қайталанатын аймай кодтардың болуы құқық қорғау органдарына ұрланған ұялы телефондарды іздеу және оларды бұғаттау бойынша жедел жұмысты тиімді жүргізуге мүмкіндік бермейді. Осы мәселелерді қолға алу үшін министрлік аймай кодтарының дерекқорын кеден қызметтерінің жүйелерімен интеграциялауды және абоненттерді тіркеу кезінде биометрияны қолдануды жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде ішкі істер министрлігімен бірлесіп, ұрланған телефондардың аймай кодтарын тексеруге болады. Арнайы сайт бар. Сондай-ақ байланыс сапасын жақсарту мақсатында министрлік әзірленген негізгі нормаларға қысқаша баяндайын. Байланыс операторларына оптикалық желілер мен ұялы байланыс жабдықтарын орналастыру үшін жылжымайтын мүлік объектілеріне және өнеркәсіптік объектілеріне тең қолжетімділік ұсыну. Нәтижесінде әр көп пәтерлі үйде бірнеше байланыс операторларына қосылу мүмкіндігі болады. Республикалық және областық автожолдарды жоспарлау, реконструкциялау және жөндеу кезінде оптикалық желілер салу. Нәтижесінде автожол бойы сапалы байланыспен қамтамасыз етіледі. Ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп объектілерінде байланыс қызметтерін субсидиялаудың механизмін заңдастыру да көзделген. Ұлттық жобаның мақсаты халық пен бизнесті оптика арқылы жоғары жылдамдықты интернет желісімен қамтамасыз ету. Жобаның негізгі көрсеткіштері соңғы слайдта ұсынылып отыр. Осы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін облыс әкімдіктерімен әр елді мекен бойынша нақты жоспарлар әзірленуде. Мысалы, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе облыстары бойынша жол карталар бүгінгі таңда дайындалды. Осылайша әрбір елді мекенді интернетке қосу бойынша ақпарат бекітіліп, арнайы сайтқа жүктелетін болады. Арнайы сайт халыққа маусым айында іске қосылатын болады. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Сұрақтар бар ма? Бұдат Батырбекұлы, интернет байланысының сапасы мен жылдамдығына шағым көп халықтың тарапынан. Сонымен қысқаша айтыңызшы тағы да, қалай шешесіздер бұл мәселені? Қалалық жерлерде, қай жерде, нақты қай жерде мобильдік интернет жаман ұстайды, әлі сапасы әлсіз жерлер нақтыланды.
сол нақтыланған жерлерде біз әкімдіктермен бірігіп, әкімдіктер бізге жер телімдерін беруде, ұсынуда, ал операторлар сол жерлерде антенналық тіректерді құрастырып, базалық станцияны орнатырып жатыр. Осы жылы 67 сондай жерлер Астана қаласында нақтыланған болатын. Және де басқа қалаларда да осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мобильдік интернеттің сапасы осы жылы қалаларда жақсарылатын болады. Ал ауылдық мекендерде жаңа айтып кеткендей, біз оптиканы тарту және оптиканы тек қана ауылдарға тартып қоймай, сол ауылды мекендің ішінде үйлерге де тартуды жоспарлап отырмыз. Біздің ойымызша осы ұлттық жобаның аясында барлық нәтижелерді, барлық шараларды қолға алсақ, нәтижесіне жеткіземіз. Рахмет. Жақсы, орныңызға отырыңыз. Келесі сөз Қуанышбек Бақытбекұлына, Есекеевке. Құрметті Әлихан Асханұлы, құрметті әріптестер, Қазақтелеком компаниялар тобы ұлттық телекоммуникация нарығын дамытуға белсенді қатысуда. Қолжетімді интернет ұлттық жобасын жасау үшін бірақтар шаралар ұсынып отырмыз. Қалаларда байланыс сапасын жақсарту үшін арнайы жоба жоспарланып отыр. Жобаның құны қазір 19 миллиард теңге. Қалада және аудандарда жеке үйлердің кең жолақты интернет қосуға 15,5 миллиард теңге біз бөлісейік деп жатырмыз. Электронды үкімет жобасын дамыту үшін деректер өңдеу орталығы салынады. Оған 10 миллиард қаржы бөлінеді. Тағы да сондай-ақ компания республика және облыстық автожолдардың мобильдің интернеттің қамту сапасын жақсартуға үшін 30 миллиард бөлуді міндетіне алады. Қазіргі кезінде біз биржи желісін дамытып жатырмыз. Сол биржи желісін қазір 300 миллиард теңге бөліп отырмыз. Енді сонымен рынокты дамытуға жалпы 370 миллиард Қазақтелеком жоспарынан отыр. Как уже было сказано министром, компания планирует сделать большой инвестиционный цикл развития сети. До этого мы делали большой цикл, связанный с подключением сел. Вы знаете, у нас был большой проект ГЧП по 1240 селам, и мы совместно с министерством сделали большой проект, и часть этих сел сейчас подключена уже и по мобильной связи 4G. Но вот в рамках проекта, в котором наша группа компаний принимает активное участие, мы участвуем в крупных проектах, в которые входят, я уже выше перечисленные мною проекты. Важный элемент этого является и транскаспийский переход, который сейчас уже обсуждается, и буквально на прошлой неделе в Совете директоров нами подписано акционерное соглашение с нашими партнерами из Азербайджана. Касательно развертывания сети 5G. На текущий момент у нас уже 106 базовых станций находятся в эфире. Совместно с министерством мы определили точки, и у нас есть четкий отработанный план. Планируется, что до конца года 2268 базовых станций будет подключено. И период реализации проекта у нас 23-27 год, и, как я уже сказал, мы планируем порядка 300 миллиардов инвестиций и, соответственно, сделать большое покрытие всех городских, сельских населенных городских и часть сельских населенных пунктов. Проект 5G позволит увеличить скоростные характеристики мобильных устройств. Я думаю, Астана, Алмата и Чимкент до конца года почувствуют улучшение качества и, соответственно, новые скоростные характеристики мобильной сети. По развитию сети вдоль республиканских и областных автодорог у нас 2023 год идет проектировка и подготовка. Совместно с министерством мы сделаем соответствующую проектную документацию для покрытия автодорог. И уже со следующего года у нас начнется строительство совместно с участниками, акиматами, покрытия вдоль областных дорог. Здесь важный элемент этого будет инвестиции со стороны операторов и инвестиции со стороны регионов для того, чтобы подвести энергетику и другие необходимые вещи для установки коммуникации. Ну и, соответственно, очень важно, по селу идет очень активное развитие благодаря тому, что у нас есть налоговый льгот на радиочастотный спектр. Если, соответственно, хотелось бы получить поддержку для того, чтобы дальше продолжить соответствующие нами налоговые скидки. Второй важный вопрос, как уже говорил Багдад Батырбекович, это подключение на селе. У нас порядка 300 тысяч домохозяйств находятся подключенным по МИДи. Соответственно, подключение по МИДи вызывает низкие качественные характеристики подключения абонентов. Поэтому мы планируем сделать большой проект. Министерство мы уже его презентовали. У нас есть новый
нашей стратегии – это переход с меди на беспроводный доступ на селе. Для этого мы будем использовать частоты 700 и 800 диапазона, это 4G и 5G, и будем, в принципе, менять сети на беспроводные, у которых будут гораздо высокие характеристики. Планируемый наш объем инвестиций составляет с 24 по 28 год 151 миллиардов тенге. Покрытие планируется, где население 506 тысяч абонентов, в среднем в котором живет порядка 5 миллионов населения. Проект является с точки зрения рынка для нас соответствующий с низкой рентабельностью, поэтому если хотелось бы в программе отразить, чтобы была поддержка по соответственному поиску для нас инвестиций, которые позволят нам при низкопроцентном займе сделать такой проект. Кроме того, на селе очень важно, у нас есть фонд универсальных услуг, который сейчас распределяется для покрытия убытков, которые ведется на селе. И, соответственно, здесь мы предлагаем, как уже Министерство в своем докладе сказало, модернизировать механизм универсального обслуживания, соответственно, покрытие компенсации компании убытков на селе, чтобы уже делалось для беспроводного интернета. Соответственно, все необходимые проектные вещи в этом году у нас компании заложены. 5G сеть в этом году уже идет полная инсталляция. Сейчас она идет Астана, Алмата и Чимкент. В Алмате уже часть станций находится в эфире. И, соответственно, будет идти работа. Еще раз по Каспийскому лосу у нас важный момент, что мы тоже, Александр Михайлович, там у нас проект, мы сейчас экономику проекта смотрим, он проходит ТЭО. Соответственно, если можно будет тоже поддержать нас инвестициями. В целом, группа компаний берет на себя обязательства. Я думаю, что соответствующие обязательства по покрытию и те, что отражены в программе, наша группа компаний выполнит. Спасибо. Хорошо. Следующее слово генеральному директору ТО «Картел» Билайн Настрадин Евгений Иванович. Пожалуйста. Уважаемый премьер-министр, уважаемые члены правительства, уважаемые участники встречи. Хотелось бы начать с того, что «Картел» принимал активное, и до сих пор принимает активное участие в реализации проекта 250+. В целом, конечно же, эти проекты, хочется отметить их необходимость, актуальность нацпроектов. По проекту 250+, с использованием налоговых льгот, в общем-то, была такая уникальная возможность направить дополнительные средства сети на развитие сети МШПД в сельских населенных пунктах. За период с 2020 года по сей день компания обеспечен доступ к МШПД в более чем 1500 селах. В целом хотелось бы прокомментировать, что «Картел» из года в год только увеличивает и наращивает свою инвестиционную повестку. То есть у нас за последние несколько лет не было отмечено снижение инвестиций. Следующий пункт, что местным исполнительным органам была предоставлена компетенция по организации строительства сетей связи в июле прошлого года. Как следствие, акиматы начали активно собирать списки сел, где есть необходимость или потребность развития, улучшения связи. И, в общем-то, мы с ними начали подписывать дорожные карты по развитию в этих селах. На сегодняшний день из 8 областей были получены запросы на покрытие более 1000 сельских населенных пунктов. И мы ожидаем, что подобные же списки будут продолжать поступать от остальных регионов. Ну и хотелось отметить государственную инициативу развития сетей в нацпроекте «Доступный интернет», о дальнейшем расширении покрытия, улучшения качества сети по всей стране. Как резюме хочу сказать, что компания обязуется исполнить свои обязательства и готова принимать участие в новом нацпроекте. Конечно, просим обратить внимание, что эффективным источником для успешного достижения результатов от реализации могло бы стать продление налоговых льгот на следующий период. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о национальном проекте «Доступный интернет», в некоторых проектах, в некоторых пунктах этого проекта мы
заявлены как непосредственные участники. Хотелось бы отметить плюсы, что это благие цели, созданы, предусмотрены меры для условий, снижения барьеров по размещению оборудования, упрощению процесса строительства. В общем-то, большой объем мероприятий, в реализации которых задействованы как госорганы, так и непосредственно операторы связи. И предложены значительные меры господдержки, прогрессивные изменения в законодательство. Вместе с тем, мы бы хотели продолжить отработку с министерством и с другими заинтересованными органами по ряду мероприятий, потому что, как минимум, нужно провести анализ этого регуляторного воздействия. Есть опасения, что если не все предусмотреть, то могут быть негативные влияния на конкурентную среду, на бизнес-процессы операторов. Ну, в частности, одна инициатива – это частные работы по проведению технических измерений в области связи. Мы видим это сейчас, может, не до конца еще проработанный момент. Мы считаем, что все полномочия по контролю качества есть у уполномоченного органа, его территориальных подразделений, а передача измерений частным лицам, вы знаете, мы где-то воспринимаем данный механизм как форма налога, потому что после каждой проверки мы сразу получаем штраф, и чем больше количество проверок, тем больше объем таких собираемых денег. И, конечно, не хотелось бы, чтобы это было передано в частным лицам. Второй пункт – возложение функции на РГП ГТС по согласованию частотно-территориального планирования сетей сотовой связи. Мы считаем, что планирование своих сетей – это исключительно самостоятельная компетенция оператора связи, как это предусмотрено законом РК связи. В общем-то, предлагаемая норма может усложнить процесс строительства, добавить еще один бюрократический шаг. Знаете, в прошлом году вот на Совете иностранных инвесторов глава государства озвучил очень прогрессивную формулу для регуляторов. Она звучит так: +1 – -2. Когда вместо одного нового регламента предполагается убирать 2 старых. Мне кажется, это очень хороший способ. Давайте поработаем над снижением бюрократических барьеров в первую очередь, нежели над усилением такого. Ну и по третьему пункту — модернизация базы данных и идентификационных кодов. Но мы переживаем, что один субъект рынка может получить эксклюзивный доступ ко всей абонентской базе всех сотовых операторов. В общем-то, хотели продолжить работу по этим пунктам, а в целом, конечно же, поддерживаем данный проект. Спасибо. Спасибо. Сұрақтар бар ма? Құрметті әріптестер, қолжетімді интернет ұлттық жобасы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірленді. Ол елді мекендердегі интернет сапасы мен оның қолжетімді болуын қамтамасыз етуге бағытталған. Өкінішке орай, бұл салада жүйелі жұмыстарды көре алмай отырмыз. Биылғы жылдың басынан бері үкіметке байланыс және ақпараттандыру мәселелері бойынша азаматтардан 5000-ға жуық өтініш пен шағым келіп түсті. Олардың басым бөлігі интернеттің жылдамдығы мен сапасына қатысты. Сонымен қатар елді мекендерде, тіпті ірі қалалардың өзінде мобильді интернет жоқ немесе сапасы нашар. Мұндай шағымдар әсіресе Алматы мен Астанада көп. Мобильді интернетке қызмет көрсету байланыс операторларының міндеттемелеріне неге кірмейтіні мүлдем түсініксіз. Интернеттің сапасы мен жылдамдығын өлшейтін құралдар жоқ, немесе жетіспейді. Инспекцияның өзі жол бойындағы және елді мекендердегі интернет жылдамдығын өлшей алмайды. Бұл проблемаларды шешу керек. Қазіргі таңда адамдар бірінші кезекте интернеттің сапасына қарайды. Жай ғана желі тартып беретін кезеңнен өттік. Халыққа сапалы байланыспен жылдам интернет қажет. Олар тарифтердің ақысын толығымен төлеп отыр. Сондықтан сапалы қызметті талап етуі орынды. Соңғы 3 жылда байланыс операторлары бұл салаға тартылған инвестицияларды шамамен 60%-ке дейін төмендетіп жібергенін атап өткім келеді. Операторларға қымбат инфрақұрылымға қаржы салғаннан гөрі анықталған заң бұзушылықтар үшін айыппұл төлей салған тиімді болып отыр. Мұндай жағдайды түбегейлі өзгерту керек. Ұсынылып отырған ұлттық жоба дәл осы мәселелерді шешуге бағытталған. Оның негізгі мақсаты халық пен кәсіпкерлік субъектілерін ең кемі секундына 100 мегабит болатын интернетпен қамтамасыз ету. Талшықты оптикалық байланыс желілерімен 3000-ға жуық ауыл қамтылуы тиіс. Ал 27 жылға қарай республикалық маңызы бар қалалардың 75% және облыс орталықтарының 60%
5G технологиясымен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте қала ішінде ұялы байланыс жабдықтарын орналастыру қажеттігі туралы халыққа ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу маңызды. Ол ең алдымен байланыс сапасын жақсарту және тұрғындар арасында радиофобияны азайту үшін керек. Сондай-ақ деректерді беру деңгейі секундына 4-6 терабитке дейін болатын желілердің транзиттік мүмкіндіктерін ұлғайтуға басымдық беру қажет. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан қуатты деректер орталықтары мен трансшекаралық талшықты оптикалық магистральдары бар цифрлық хабқа айналуы тиіс. Ұлттық жобаны осы мақсаттарына бюджеттен 5 жыл ішінде шамамен 560 миллиард теңге бөлу жоспарлануда. Жалпы цифрлық даму министрлігі мен байланыс операторларының назарын мына мәселелерге аударғым келеді. Бірінші, байланыс операторлары міндеттемелерінің сақталуын ескере отырып, барлық жерде байланыс сапасы мен интернет жылдамдығының мониторингін күшейту қажет. Халық пен бизнестің көптеген проблемаларының жедел шешімі осыған байланысты. Екінші, республика аумағындағы әрбір елді мекенге дейін тартылатын кең жолақты интернет инфрақұрылымының экспозициясын айқындау қажет. Онда тарифтік жылдамдығы нақты көрсетілуі тиіс. Үшінші, қысқа мерзімде ұлттық жобаны пысықтап президент әкімшілігіне енгізу қажет. Халықтың пікірлерін ескере отырып, барлық проблемалар мұқият пысықталуы тиіс. Бұл мәселені мен өз бақылауымда ұстаймын. Енді күн тәртібіндегі екінші мәселеге көшеміз. Инфляция деңгейін бақылау және төмендету жөніндегі шаралар кешені туралы. Әлібек Сәкенұлы, сізге сөз. Құрметті Әлихан Асханұлы, құрметті әріптестер, Қазақстан экономикасы 2022 жыл бойы инфляциялық қысымның өсуі жағдайында жұмыс істеді. Жыл соңына қарай инфляция өз шарықтау шегіне жетіп, 20,3% құрады. Инфляцияның өсуіне бірқатар факторлар, соның ішінде ішкі нарықта да, сыртқы нарықта да сұраныстың артуы, сондай-ақ мигранттар ағынына байланысты тауар тапшылығы себеп болды. Инфляцияның өсуіне негізгі үлесті азық-түлік өнімдері, соның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары қосуда. 2023 жылдың негізгі трендтері ретінде жаһандық инфляцияның орташа жылдық деңгейінің 22 жылғы 8,8%-тен 23 жылдың 6,6%-ке дейін төмендеуін, экономиканың жаһандық өсуінің жартысына жуығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін Қытай нарығын ашылуын, орталық банктердің базалық ставкаларды көтеруін, жаһандық жеткізу тізбегіндегі кедергілердің әлсіреуін, сондай-ақ геосаяси шиеленістің сақталуын атап өтуге болады. Инфляцияны бақылау және төмендету жөніндегі 23-24 жылдарға арналған бекітілген кешенді жоспар 67 іс-шарадан тұрады. Оның 20-сы орындалып, 47 іс-шараның іске асырылуы 23 және 24 жылдары жалғасады. Шаралар кешенін өзектендіру шеңберінде министрлік мүдделі мемлекеттік органдармен бірге негізінен өнім өндіруді ұлғайтуға бағытталған 46 жаңа шара әзірледі. Үкімет өз алдына инфляцияны нысаналы дәліз шекарасында ұстап тұру және тауарлар тапшылығына жол бермеу міндетін қойып отыр. Жаңартылған іс-шаралар кешені 5 бағыт бойынша іске асырылып, өндіріс көлемін арттыруды, тауарларды сақтауды, логистиканы, бөлшек сауданы, бағаны белгілеудегі бақылауды, монополияға қарсы әрекеттерді және сыртқы сауданы реттеуді көздейтін, сондай-ақ басқа да жүйелі 93 жедел және орта мерзімді сипаттағы шараларды қамтиды. Шаралар кешенінің бірінші бағыты өнім өндіру көлемін ұлғайту. Бұл бағыт өндірушілер арасында әлеуметтік кәсіпкерлер, корпорациялар мен ауыл шаруашылығы тауарларын тікелей сатып алудан форвардтық шарттар жасасуға көшу жолымен тұрақтандыру қорларының жұмыс қайта форматтау жөніндегі шараларды қамтиды. Сондай-ақ биылғы жылы 17 мың жеңілдетілген шағын несие беруге 18 мың жұмыс орнын құруға бағытталған ауыл халқының табысын арттыру жөніндегі ауыл аманаты жобасын іске асыру басталады. Сонымен қатар жаңа сүт тауарлары фермаларды құру және жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту бойынша 24 жобаны жеңілдетілген қаржыландыру арқылы солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі қолданылмақ.
Ішкі нарықтың қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында құрылыс материалдарының жеңіл химия және фармацевтика өнеркәсібі тауарлар өндіру бойынша импортты алмастыратын жобаларды іске асыру жалғастырылады. Сондай-ақ ағымдағы жылы құс етін өндіру бойынша 19 жобаны және ет өнімдерін өңдеу бойынша 17 жобаны іске асыру басталады. Бұл 250 мың тонна құс етін және 320 мың тонна ет өнімдерін өндіруге мүмкіндік береді. Сақтау, логистика және көлік бұл картоп пен көкөністерді сақтау бойынша инвестициялық жобаларды іске асыруды көздейтін шаралар кешенінің екінші бағыты. Маусымаралық кезінде тиімді тауар интервенцияларын жүргізу үшін тұрақтандыру қорларынан қамтамасыз ету көзделеді. Жүктемесін көзделеді. Азық-түлік корпорациясы өңдеу кәсіпорындарында одан әрі өткізу үшін шикізат сатып алуды жүзеге асырылатын болады. Транзит ағындардың географиясын кеңейту мақсатында жаңа көлік маршруттары сақталып, автомобиль көлігі мен отандық жүк тасымалдаушылардың үлесі 30-дан 50%-ға дейін ұлғайтылатын болады. Үшінші бағыт тауарлардың бөлшек саудасы. Сауда үстемесін бақылау, фискалдық деректер операторларының электрондық шот фактураларының деректерін пайдалануы және өңірлік комиссиялардың тиімді қызметін қамтамасыз ету арқылы өнімсіз делдалдарды анықтау жолымен жүзеге асырылатын болады. Ірі өндірушілер және сауда желілері арасында әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларының бағаларын төмендету және ұстап тұру, апта сайынғы ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін өткізу туралы келісімдер жасасу жөніндегі жұмыс жалғасады. Казтрейд базасында бағаларды талдау және болжау жөніндегі ахуалдық орталық құрылады. Бұл бағалардың өсу тәуекелінің факторларын анықтауға және тиісінше алдын алу сипатындағы шараларды қабылдауға мүмкіндік береді. Баға белгілеуді бақылау, монополияға қарсы және сыртқа сауданы реттеу шаралар кешенінің 4-ші бағыты. Аталған бағыт шеңберінде әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларының жанар-жағармай, көмір және дәрмектер бағасын тұрақтандыру шаралары көзделген. Бұл ретте әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларының 15% сауда үстемесінің сақталуын бақылауды жүзеге асыру жөніндегі заңнамалық функцияның толыққанды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс жалғастырылады. Сонымен қатар әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарлары бағаларына тұрақты мониторинг жүргізіледі. Қажет болған жағдайда жедел ден қою шаралары қабылданатын болады. Табиғи монополиялар субъектілері жүргізетін сатып алу рәсімінің ашықтығын және олардың жауапкершілігін арттыруға бағытталған заңнамалық түзетулер қабылданатын болады. Жүйелі шаралар шеңберінде баламалы деректер негізінде инфляция мониторинг жүргізу жоспарлануда. Респонденттерді дәстүрлі қағаз жүзінде зерттеп қараудың цифрлық шешімдерді пайдалана отырып, компьютерлендірілген дерілер жинау жүйесіне көшу жүзеге асырылады. Халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау, халықтың әртүрлі санаттары үшін көрсетілетін коммуналдық қызметтер шығындарының сараланған өтеу тетігін іске асыру арқылы қамтамасыз етілетін болады. Өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы өңдеу өнеркәсібіндегі жобалар үшін қолжетімді қаржыландыруды ұсыну жөніндегі жұмыс жалғастырылады. Бірыңғай ақпараттық жүйе ұлттық тауар өткізу жүйесін құру жөніндегі жұмыс жалғасады. Орта және жоғары деңгейде өңдеп жасалатын өнім шығару мақсатында ішкі нарық қажеттілігі үшін ел аумағында жеңілдікпен өндіріп шығарылатын негізгі материалдарды жеткізу қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ жоғары деңгейде өңдеп жасалатын тауарларға бас назар аударып, экспорттаушыларды қолдау шаралары қайта қаралатын болады. Қазақстан Республикасы үкіметі өзінің алдына инфляцияны нысаналы дәлізде ұстау, мемлекеттік реттеу, өндірісті ұлғайту, сыртқы сауданы реттеу шараларын қолдану арқылы тауар тапшылығын болдырмау, бағаны тұрақтандыру және бизнес ахуалды, оның ішінде инвестициялық бизнес ахуалды жақсарту мақсатын қойып отыр. Баяндама аяқталды. Сұрақтар бар ма? Әлібек Сәкенұлы, инфляция қарсы жұмыстарының тиімділігі үйлестіру жұмысымен тікелей байланысты. Ұлттық экономика министрлігінің тарапынан қандай үйлестіру жұмыстары болады және қалай осы жұмысты күшейтесіздер? Құрметті Әлихан Асханұлы, жұмысты үйлестіру үшін бізде бірнеше осындай ұйымдастыру шешімдері бар. Ұсыныстары біріншіден орталық және жергілікті органдардың бірінші басшыларының орынбасарларының деңгейінде тиісті жұмыс тобы құрылады. Олар жедел мәселелерді пысықтау үшін, осы кешенді жоспарды мониторинг үшін және тиісті шешімдерді қабылдау үшін
кемінде екі аптада бір рет жиналады. Содан кейін премьер-министрдің орынбасарының деңгейінде айында бір рет жиналады. Содан кейін осы мониторинг бойынша сіздің деңгейіңізде 90-ында кем бір рет жиналға және тиісті тапсырмаларды беру үшін осындай ұсынысты беріп жатырмыз. Рахмет. Тарифтерді реттеу жұмысын дұрыстап жасау керек. Қазір тарифтердің орнына инвестиция бағдарлама бойынша тарифтерді қайта қарау жұмыстары басталады. Сонда жаңа тарифтердің үлесі тиісті болу керек, инфляцияны көбейтіп жүрмеу керек. Соны бағалап, қадағалап отыру керексіздер сіздер. Әр өңір бойынша. Орныңызға отырыңыз. Ербол Шырақбайұлы, сізге сөз. Құрметті Әлихан Асханұлы, құрметті үкімет мүшелері, 2023-2024 жылдарға арналған инфляцияны бақылау және төмендету жөніндегі шаралар кешенінің жобасында министрлікке 31 шараның орындалуы бекітілді. Оның ішінде 10 жедел және 21 орта мерзімді шаралар көзделген. 31 шараның 24 өнімнің өндіру көлемін ұлғайтуға, 4 тауарларды сақтауға, 3 жүйелі шараларға бағытталған. 14 шара бойынша министрлік қосалқы орындаушы болып табылады. Барлық жедел шаралар бойынша жұмыстар басталып кетті, әзірде жүргізілуде. Шаралар кешенінің негізгі тармақтары туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіз. Ағымдағы жылдың басынан бері маусым аралық кезеңде өткізу үшін күзгі және ерте пісетін көкөністерді форвардтық сатып алу бөлігінде тұрақтандыру қорларының жұмысы қайта форматталады. Ол жұмыс жалғасатын болады. Қайта өңдеу кәсіпорындары үшін шикізатты сатып алуға айналым қаражатын беру енгізілуде. Тиісті ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығының жобасы жария талқылау үшін орналастырылды және қауымдастықтарға жіберілді. Бұдан бөлек мемлекеттік қолдаумен арзандатылған бидай өткізу тетіктері арқылы қаржыландыру пысықталуда. Шағын және орта шаруашылықтарға субсидиялардың ашықтығын, қолжетімділігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға және субсидия алушылар үшін қарсы міндеттемелерді енгізуге бағытталған агроөнеркәсіп кешенін субсидиялау жүйесін реформалау аяқталды. Жаңа субсидия қағиданың жобалары келісу аяқталу сатысында. Ерте пісетін көкөністердің егіс алқаптарын ұлғайтуға келетін болсақ, биылғы жылы жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, жергілікті атқарушы органдардың мәліметтері бойынша егіс алқаптарының құралымы қалыптастырылды. Онда ерте пісетін картоптың ауданы 10,6 мың гектарға дейін, қырыққабат 8,3 мың гектарға дейін, сәбіз 2,2 мың гектарға дейін, пияз 3,3 мың гектарға дейін ұлғайтылды. Осыған орай аталған шара ұлттық экономика министрлігімен пысықталатын болады. 800 мың тонна көлемінде астық форвардтық сатып алуды жүзеге асыру үшін азық-түлік корпорацияның жарғылық капиталына ұлғайтуға республикалық бюджеттен 70 миллиард теңге бөлу бойынша жұмыс жүргізілуде. Қаржы экономикалық негіздеме және мемлекеттік инвестициялық ұсыныс әзірленді. Сондай-ақ қаржыландырудың бұл түрі агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың тұжырымдамасына енгізілді. Тұжырымдама жобасы Қазақстан Республика Президенті әкімшілігіне келісуге жолданды. Агроөнеркәсіп кешенінің өнімін өндіру көлемін ұлғайту үшін жылына 57,6 мың мал басы қуаттылығы 373 мың тонна сүт өндіретін 65 тауарлық сүт фермасын іске қосу, тәулігіне 1000 тонна майлы тұқымдарды қайта өңдеу қуаттылығымен май экстракциялау зауытын және көкөніс өсіру бойынша қуаттылығы 6,4 мың тонна жылыжай кешенін салу, құс етін өндіру бойынша 10 жоба және ет қайта өңдеу бойынша 8 жобаны енгізу жоспарланып отыр.
Тұрақтандыру қорларының жүктемесін қамтамасыз ету үшін олардың жұмыс принципі қайта қаралып жатыр. Мәселен, әкімдіктер өңірдің қажеттілігін өңірлік сұраныс негізінде халықтың 3 айлық қажеттілігінің 50%-на дейін айқындайды. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерде өнімді сату басталғанға дейін көкөністерді сақтау шартымен форвардтық сатып алуды жүзеге асырады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес азық-түлік тауарларын сатып алу мен сату үшін азық-түлік келісімшарт корпорациясының өңірлік тұрақтандыру қорларымен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялармен жұмысын үйлестіруді күшейту мәселесі қазіргі таңда пысықталып жатыр. Бірқатар орта мерзімді шаралар бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілуде. Аула аманаты ауыл тұрғындарының табысын арттыру жобасы іске асырылуы басталды. Биылғы жылға 100 миллиард теңге қарастырылған. Бұл ауыл халқының 2,5%-бен 17 мыңнан астам жеңілдетілген шағын несие беруге және ауылда 18 мыңнан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік беріп отыр. Шағын несиелеуден басқа агроөнеркәсіп кешені саласындағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша Солтүстік Қазақстан облысының табысты тәжірибесін кеңейту жоспарланып отыр. Осы бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен қаражатынан 100 миллиард теңге сомасындағы бюджеттік кредит бөлінді. Оның есебінен жылдық 2,5%-бен жоғарыда айтылған тауарлық сүт фермалары құрылысы қаржыландырылатын болады. Келешекте құс етін мен балық өндіру, қарқынды суару жобалар, сақтау қуаттылықтарын енгізу бойынша инвестициялық жобалар пулы арттыру жоспарланып отыр. 2024-2025 жылдарға қаржыландыруға қосымша қажеттілігі 300 миллиард теңгеге жуық құрап отыр қазіргі таңда. Негізгі азық-түлік тауарлары бойынша импортты алмастыру мәселесі 2026 жылға дейінгі агроөнеркәсіп кешенінің саласындағы жалпы сомасы 2,8 триллион теңгені құрайтын 900 инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен кешенді түрде шешіледі. 2023 жылы 536,2 миллиард теңге сомасына 291 жоба енгізу жоспарланған. Оның ішінде азық-түлік өнімдерін өндіру бойынша 3,9 миллиард теңге сомасына 6 жоба, мал шаруашылығы саласында 155,2 миллиард теңге сомасына 119 жоба, өсімдік шаруашылығы саласында 122,7 миллиард теңгеге сомасына 75 жоба, мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында 27,9 миллиард сомасына 25 жоба, өсімдік өнімдерін қайта өңдеу саласында 35,9 миллиард теңге сомасына 20 жоба қарастырылып отыр. 2022-2025 жылдарға арналған жем-шөп өндірісін дамыту жол картасының шеңберінде шаруашылықтар мен ғылыми негізделген ауыспалы егісті енгізу, егістік алаңдарын оңтайландыру жоспарларын құру, жер заңнамасының талаптарына сәйкес жерді жалға алу келісімшарттарын тексеру және тағы да сол сияқты шаралар қабылдануда. Кейіннен ет терең өңдеумен 10 мың бас малға арналған және 8 мың басқа арналған мал шаруашылығы кешендерін құру жоспарлануда. 2022 жылы азық-түлік корпорациясы 930 мың тонна бидай мен 10,5 мың тонна күнбағыс сатып алынды. Ағымдағы жылы 230 мың тонна бидай мен 7,6 мың тонна күнбағыс сатып алу жоспарлануда. Жалпы картоп пен көкөністер сақтау бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша 2023 жылдың соңына дейін 111,5 мың тонна өнімге 29 жоба енгізу жоспарланған еді. Сақтау қоймаларымен қамтамасыз етуді нақты жағдайын анықтау үшін министрлікпен, сауда және интеграция министрлігімен және облыстар әкімдіктермен бірлесіп, барлық көкөніс қоймаларын категорияларға жүктеумен тексеру жүргізілетін болады. Оның нәтижесі бойынша жоспар 2023-2025 жылдарға арналған сақтау қоймаларын салуды арттыру жағына қайта қаралатын болады. Осы кешенді жоспардың инвестициялық жобаларына келетін болсақ, оларды іске асыру облыс әкімдіктермен бірге индустрияландырудың бірыңғай картасы шеңберінде жоспарланған.
Бұл мақсары майы мен қазынақ шырынын өндіру, томат пастасы бойынша зауыттар салу, көкөніс өсіруге арналған жылыжай салу, тікелей сығымдалған шырындар өндірісін ұйымдастыру мен жеміс сақтау қоймасын салу, инновациялық кондитерлік фабрика салу, ет өңдеу кешені мен бордақылау алаңдарын салу, құс етін өндіру және етті қайта өңдеу сияқты жобаларды іске асыруға мүмкіндік беріп отыр. Осы инвестициялық жобалар бойынша жер учаскелерін бөлу, инженерлік желілерді жүргізу және тағда басқа жұмыстар жүргізілуде. Бұл ретте 2024-2025 жылдарға солтүстік Қазақстан тәжірибесін кеңейту жобасын қаржыландыру көлемін айқындағаннан кейін инвестициялық жобалар пулдың саны көбейту жағынан қайта қаралатын болады. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Ербол Шырақбайұлы, шаруаларға форвардтық қаржыландыру қалай ұлғайтылады? Құрметті Әлихан Асханұлы, біз қазіргі уақытта бағаны тұрақтандыру бойынша үлгілік қағидаларға өзгерістер жобасын әзірлеп қойдық. Осы жобада айналым схемасын шеңберінде ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер мен қайта өңдеу кәсіпорындардың форвардты қаржыландыруға кемінде 70% жіберілетін болады. Бұрын ондай талап қойылмаған енді осыны қазір енгізіп отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі тиісті бұйрықты жария талқылаудан өткізіп, қазір қауымдастықтарға мақұлдануға жіберді. Жақын арада оны бекітетін боламыз. Ішкі нарықты азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету жұмысын күшейту керек. Сондықтан мына инвестициялық жобаларды биыл іске қосу керек. 24 жылы өз бетімен, 23 жылы қазір инвестициялық жобаларды іске асыру керек. Ішкі нарықты қазір қамтамасыз ету керек. Қабылданды. Иә. Орныңызға отырыңыз. Келесі сөз Серік Мақашұлына. Құрметті Әлихан Асханұлы, үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы нарықты отандық өніммен қанықтыру, өндіріс факторларын арзандату жөнінде тапсырма берді. Және өндірістен сатылымға дейінгі барлық тізбекті талдау және қымбаттауға келетін себептерді анықтау қажеттігін атап өтті. Мемлекет басшысы өндіріс көлемін ұлғайтудан және инфляцияны тежеу жөнінде шаралар қабылдаудан басқа тұрақтандыру қорлары мен азық-түлік корпорациясын пайдаланудың маңыздылығын атап өтті. Жалпы үкімет инфляцияны тежеу, құндылықтар тізбегін талдау және өнімсіз делдалдарды жою бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде. Бүгінгі таңда инфляция 3 айдың қорытындысында жылдық мәнде 18,1% деңгейінде қалыптасты. Мұнда азық-түлік 20,5%, азық-түлік емес 18,1%. Ақылы қызметтер 14,4%. 3 айдың қорытындысы бойынша инфляция жыл басынан бері 3,2% құрады. Оның ішінде азық-түлік 4,1%, азық-түлік емес 2,5%, ақылы қызметтер 2,8%. Үкімет негізгі азық-түлік бағасының өсу қарқынын тоқтата алды. Соңғы 6 аптада ол 0,1%-тан аспады және жыл басынан бері 3,4% құрады. Соңғы 5 жылда осы кезеңде әлеуметтік маңызды азық-түлік бағалары орташа есеппен 6,4% құрайды. Сәуір айының статистиканың деректері бойынша олар 5 жылдағы тарих деректері негізінде есептелген. Сәуір айының қорытындысы бойынша күтілетін инфляция деңгейі шамамен 1,8%, жыл басынан бастап 5,1%. Бірақ министрліктің есебімен ол деген өте жоғары деректер. Біздің ойымша осы сәуір айында 2 есе төмен болады. 0,9%-тан аспайды, жыл басынан 4%-тан аспайды. Негізі бұл үкіметтің бағаны ұстап тұру мәселесіне бағытталған іс-қимылының нәтижесі. Бірінші, маусым аралық кезеңде көкөністердің қалыптасқан қорларын сату. Ағымдағы маусым аралық кезеңде 139,5 мың тонна өнім сақталған, бүгінде 58,4 мың тонна, оның ішінде картоп 27,5 мың тонна, сәбіз 11 мың тонна, пияз 11 мың тонна, қырыққабат 9,9 мың тонна сатылған.
Қазір 2024 жылғы маусым аралық кезеңдерде бағаның маусымдық өсуін тежеу үшін ағымдағы жылдың күзгі егінін келісімшарт жасау бойынша жұмыс жалғасуда. Осы мақсатта 90 мың тоннаға жуық көкөніс өнімдеріне келісім шарттар жасалды. Екіншіден, өңірлерде өнімсіз делдалдар бойынша жұмыс жаңғыртылды. 1389 тізбек бойынша электрондық шот фактура талдауы жүргізілді. 389-дан заңнаманы бұзу тәуекелдері анықталды. Үшінші, сауда желілерімен және өндірушілермен тығыз жұмыс жүргізілді. Төртінші, айналым схемасын қаржыландыруын өндірушілерге қайта бағытталды. Сонымен қатар, біздің алдымызда 2022 жылғы деңгеймен салыстырғанда инфляцияны 2 есе қысқару алдымызда міндет тұр. Осы міндет іске асыру үшін әзірленген шаралар кешені шеңберінде біздің жоспарларымыз келесідей. Біріншіден, тауар балансын қалыптастыру арқылы нарықтың қамтамасыз етілуіне мониторинг жүргізуді жалғастыру. Бүгін таңда бұл құрал ішкі нарықты қорғау бойынша уақытылы шешім қабылдауға мүмкіндік берді. Осылайша аталған құралдың деректері негізінде 28 қаңтардан бастап пияз экспортына тыйым салынды. Ол 8 сәуірде қайта қаралып, әкетуге квота белгіленді. Екіншіден, қант зауыттарын қаржыландыру мысалында да форвардтық шарттар жасасу арқылы да жергілікті өндірушілерге бағаны тұрақтандырудың барлық тетіктері бойынша қаржыландыруды ұсыну арқылы жергілікті тауар өндірушілерді қолдауды күшейтеміз. Бүгін таңда бөлінген ақшаға қант зауыттары өндірістік қуаттардың жүктелуін қамтамасыз ету және елдің ішкі нарығын отандық өндірістің қантымен қамтамасыз ету үшін шикі қантты сатып алуды жүзеге асырады. Қаржыландырудың жалпы сомасы 23,3 миллиард теңгені құрайды. Болашақта бұл қант өніміне импорттық тәуелдікті төмендетуге және көрші елдер тарапынан экспортқа тыйым салудың енгізілуіне байланысты қалыптасқан 2022 жылдың көктеміндегіндей жағдайға жол бермеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, өндірушілер үшін қолайлы жағдайлар жасау және дайын өнімнің өзіндік құнын төмендету үшін біз әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары өндірушілері үшін салық жүктемесін және есептілікті азайту мәселесін қарастырудамыз. Шаралар кешені шеңберінде біз оларды ішкі нарықта ілгерілету және тұрмыстық химия мен жоғары инфляция байқалатын басқа да тауарларды жеткізу бойынша жаңа маршруттарды пысықтау мақсатында отандық жаңа тауар өндірушілерді акселерациялау бағдарламасын құруды ұсындық. Үшіншіден, фискалдық деректер мен электрондық шот фактуралар операторларының деректерін талдау арқылы тиімсіз делдалдарды анықтауды және жоюды белсенді жалғастырамыз. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, орныңызға отырыңыз. Құрметті әріптестер, біздің негізгі мақсатымыз жыл соңына дейін инфляцияны 2 есе төмендету. Сондықтан мемлекеттік органның әрбір жауапты басшысы кешенді жоспардың іс-шараларын сапалы орындауға бар күш-жігерін салуы тиіс. Үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың басты міндеті әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру. Дегенмен, азық-түлік инфляциясы кейбір әкімдіктердің тиімсіз жұмысын көрсетіп отыр. Өткен аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 0,1%-ке өскен. Оның ішінде Ақтөбеде, Өскеменде, Семейде, Қызылордада 0,2%-тен жоғары болды. Осыған байланысты мына мәселелерге назар аудару қажет. Бірінші, өңір әкімдіктері әлеуметтік маңызы бар өнімдер бағасына мониторингті күшейтуі қажет. Әсіресе үстеме бағалардың тиісті 15%-тік мөлшерден асып кетпеуін қадағалау керек. Әкімдіктерде бұл үшін барлық мүмкіндіктер бар. Біз ішкі нарықтағы отандық тауарлардың үлесін ұлғайтуға күш салуымыз қажет. Сонымен қатар тауарларды сақтау және тасымалдау ісіне қолдау көрсетуге тиіспіз. Халық қабылданып жатқан шаралардың нақты нәтижесін көру керек. Екінші, өңірлерде форвардтық сатып алу, тұрақтандыру қорлары, айналым схемасын қолдану, монополияға қарсы және саудадағы реттеу шараларының іске асырылуын ерекше бақылауда ұстау маңызды. Жергілікті жерлерде бизнеске азық-түлік тауарларының өндірісін ұлғайтуға, сақтау көлемін кеңейтуге, логистикаға
өңдеу өнеркәсібіндегі жобаларды іске асыруға барынша қолдау көрсету қажет. Үшінші, сауда министрлігі, ұлттық экономика, ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп, кешенді іс-шаралардың орындалуын нақты үйлестіруді қамтамасыз ету тиіс. Мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылын жақсарту қажет. Ай сайын жауапты мемлекеттік органдармен бірлесіп, кешенді іс-шаралардың орындалу барысын қарап, тиісті шешімдер қабылдаймыз. Серік Мақашұлы, өз деңгейіңізде жалпы бақылау мен үйлестіру сізде және апта сайын мониторинг жүргізіп отыру керек өңірлермен бірге. Біздің күн тәртібіміздегі негізгі мәселелер қаралды.